Қайырлы күн, достар. Бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлының тіл құралы еңбегіндегі «Қай әдіс жақсы» деген бөліміне тоқталатын боламыз. Сауат ашу әдістемесінің негізін салған Ахмет Байтұрсынұлы екені барлығымызға мәлім. Ұлт ұстазы осы еңбегінде жалғыз әліпбиді үйретудің өзінде толып жатқан әдіс бар екендігін айтады. Және сол әдістерді бір әдіс қой өзінше қолданса, екінші әдіс қой өзінше қолданады. Яғни әдіс керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдісті жақсы жаман деп бөлу дұрыс емес. Әдіс жақсы жаман болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына байланысты дей отырып, баланың сауатын ашуда қандай әдіс дұрыс екендігін айқындап көрсетеді. Әуелі Ахмет Байтұрсынұлының әдістемеге қатысты басты тұжырымдардың біріне тоқталатын боламыз. Бірінші, ол сауаттау әдісі. Сауаттау әдісін алсақ, бір жұрттың сауаттау әдісіне қолайлы деп тапқан әдіс бір жұрттың сауаттау әдісіне сай келмеуі мүмкін. Егер де тілінің заңы, емлесі, айтылуы, әріптер жүйесі мен дыбыстар жүйесі бір болатын болса, онда бір әдіс барлық әдіске жарай береді деп айтсақ болады. Бірақ қазіргі уақытта әр елдің өзіне тән емлесі мен дыбыстау жүйесі бар болғандықтан бір әдіс қолайлы деп айта алмаймыз. Яғни бір әдісті қолдану бұл дұрыс емес. Жазу үшін әріп алмай таңба алған жұрттың бірі, мәселен, бұл Қытай халқы. Ауыз деп жазып және де ит деп таңба жазып, екеуін қосқанда үреді деп сөз оқитын халыққа басқа әдіс керек. Яғни таңбалау әдісіне басқа әдіс, дыбысша оқылатын, дыбысы да әрібі де бір-біріне сай келетін халықтар басқа әдісті қолдану керек. Ал енді таңба емес, жазу үшін әріп алған халықтың өзі дыбыстары сәйкес келмейтін, яғни жазылуы басқаша, оны оқылуы басқаша халықтар бар. Оған мысал американ, ағылшын тіліндегі халықтарды айтсақ болады. Яғни олар ит деп жазып, шошқа деп оқиды деген мысалды осы халыққа келтірсек болады. Сондықтан олардың жазу жүйесі әріпті болғанмен, оның мағынасы осы Қытайдың таңбалы жүйесіне сай келеді. Ал тілінің жазылуы мен айтылуы бөлектенген жұрттың бірі бұл орыс халқы. Мұндай жазуы бар жұрттың кей сөздері оқылғанда басқаша, екпінді қойған кезде басқаша оқылып кетуіне байланысты. Бұл да таңбаша жазу жүйесіне сай келеді және олар тұтас сөзді әдісті қолданып отыр. Енді әдістерге тоқталатын болсақ, бірінші әдіс жалқылау әдісі. Жалқылау әдісі 18 ғасырда Франция елінде пайда болды. Яғни бұл әдістің мақсаты оқушыларды тұтас сөзге үйрету. Яғни бұл жаңағы таңбаша үйретуге жақын деп айтсақ болады. Себебі олардың түсіндіруінше біз деректі нәрсені бірінші танимыз, яғни бөлшектеп емес, тұтас бір сөздің мағынасын танимыз деп көрсеткен. Мысалы, шапан деген сөзді алған кезде, мынау шапанның оюы, мынау астыңғы жағы, мынау жеңі, мынау аяқ жағы деп таныстырмаймыз. Тұтас шапан деп оқушыларға таныстырамыз. Сондықтан да жалқылау әдісі ешқандай кітапты, әріптерді қажет етпейді. Оқу үйретуге әріпті үйретудің қажеті жоқ, тұтас сөзді ғана үйрету керек деп тұжырымдайды. Ал бұл әдістің негізгі кемшілігі қандай? Негізгі кемшілігі балалар сөзді ғана жаттайды, яғни жаттанды білім. Мысалы, ат деген сөзді тақтаға жазып, оны ат, яғни а дыбысы барын, т дыбысы барын білсе де, бұл балаларға ат сөзінің неге олай оқылуы тиіс, неге бұл мағынаға ие, неге бұл дыбыстар сол жерде тұруы керек деген нәрсені жетіп түсіне алмайды. Бұл кемшілік. Осы кемшіліктерді ескере отырып, кейін жалпылау әдісі дүниеге келді. Жалпылау әдісінің кемшілігі де дәл сол секілді оқушылар дыбыстарды үйренеді, әріптерді үйренеді, яғни тұтас сөзді үйренеді. Оның кезеңдері мұғалім тақтаға, мысалы тақта деген сөзді үйрететін болса, тақтаға тақтаның суретін салады. Кейін оқушылар дәл сол суретті өздерінің дәптеріне түсіреді. Бұл дегеніміз, яғни оқушы сурет салу дағдысына қалыптасқан ойын баласы болғандықтан жай қызықты сабақ ретінде сурет әдісін қосқан. Суреттеуден кейін ол тақта сөзін мұғалім толық тақтаға жазады. Оқушылар қалай мұғалімнің жазғанын көріп, дәл солай дәптерлеріне түсіреді. Одан кейінгі кезең оқушылар әр дыбысқа жеке тоқталады, оларды созып айтады. Одан кейін негізгі сабақта өтілетін а дыбысы болса, тақта сөзінде қай жерде а дыбысы кездесті, сол дыбыстарды дәптеріне қайталай жаза береді. Бұл әдістің де кемшілігі дәл жалқылау әдісі секілді оқушылар тұтас сөзді ғана үйреніп, неге дыбыстың олай айтылуы керек екендігін мүлдем түсініксіз, мүлдем хабарсыз болып қалады.
Одан кейінгі әдіс жазу оқу әдісі, яғни сауатты адам оқи да алады және жаза да алады. Сондықтан да осы әдісті барлығы кейінде қолданды, әсіресе орыс халқы кеңінен қолданған болатын. Дегенмен де Ахмет Байтұрсынұлы дыбысшы әдісті дұрыс деп тапты. Яғни дыбысты әдістің түрі бұл 5 кезеңнен тұрады. Бірінші, балалармен әңгімелесу, балалардың зейінін шоғырландыру. Екінші кезең, оқу үйретуге даярлайтын жұмыстар. Одан кейін сөзден дыбыстарды айырып алу және әріппен таныстыру. Әріппен таныстырғаннан кейін сөз құрау және соны толықтай оқу. Яғни ешқандай кітап керек емес деп отырған ана әдістерді дұрыс емес деп, міндетті түрде оқу құралы болу керек және ол жерде әр әріптің өзінің ережесі болу керек және соны оқытуда өзіндік 5 түрлі осы қағидаларды көрсеткен болатын. Ахмет Байтұрсынұлы дыбысты әдісті не үшін таңдады? Оның басты себебі балалар сөздің ішінде қанша һәм қандай дыбыстар бар екенін білсе, барлық дыбыстарды жетік меңгерсе, ол кейінде өзі жазған кезде харфтерді дұрыс қоя алады. Яғни жаттанды біліммен емес, жаттанды мұғалімнің айтқан оқуымен емес, кез келген жерде дәл сол сөзді өзі де кейін жаза алады. Орта айтқанда, ұлтымыздың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы осы тіл құралы еңбегіндегі қай әдіс жақсысы бөлімінде барлық елдің өзіне тән дұрыс деп қалған әдістерді зерттей отырып, олардың емлесін зерттей отырып, біздің қазақ тілді балаларға не дұрыс екенін жалпы зерттеп, осы дыбысша әдісті дұрыс деп қабылдап, осы әліпби еңбегін жарыққа шығарған болатын. Қазіргі таңда осы әліпби қазақ тілі пәні балаларға енгізіліп, дәл осы Ахмет Байтұрсынұлы енгізген әдістермен оқылып жатыр.